Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті тыңдармандарым, бүгін Құрбан айт діни һәм дәстүрлі мерекеміз жайлы айтатын боламын. Ал сіздер каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап қойыңыздар. Құрбан айт діни һәм дәстүрлі мерекеміз. Құрбандық шалудың дәстүрі адам ата заманынан бастау алады. Заманында Алланың қалауымен Хауа анамыз бір ұл бір қыз туғандықтан, кейінгі туған қызбен әуелгі ұлды қосатын болып ниеттенеді. Алланың осы әміріне Қабыл атты ұлы қарсы шығып, өзімен егіз туған Ақлимаға үйленемін деп қасарысады. Баласының осы қарсылығына қапа болған Адам ата алейхиссалам екі ұлына Алла жолына құрбандық шалуды бұйырады. Кімнің құрбандығы қабыл болса, сол құрбандық иесі Ақлимаға үйленетіндігін жеткізеді. Сонда диханшылықпен айналысқан Қабыл өзінің сараңдығына салынып, егінінен нашар өскен жеміс жидектерін әкеледі. Әбіл мал шаруашылығымен айналысқандықтан малдарының ішінен ең жақсы қойды таңдап алып әкеледі. Содан кейін Әбілдің шынайы ниетпен құрбандыққа шалған қойы Алланың құзырында қабыл болғандығын естіген Қабылдың тұла бойында қызғаныш оты оянады. Соның салдарынан бауыры Әбілді өлтіріп тынады. Уақыттың өтуімен осы Әбілдің құрбандыққа берген қойын кейінгі заманда Ибрахим алейхиссаламға баласының орнына құрбандыққа шалу бұйырылды. Бабамыз Ибрахимнен бастау алған Құрбан айт күні ұлы күн болып саналады. Ал кейбір ғұламалар осы дүниедегі ең қайырлы, тіпті Арафа күнінен де артық күн деген. Белгілі күндерді ұлықтау адам баласының тақуалығынан да хабар береді. Осы күндері Алланың рахымына жақындау үшін тақуалығы мен ықыласты арттыратын мезгіл. Бұл жайында Алла тағала Құран кәрімде міне солай кімде-кім Алланың нышандарын, яғни Құран, Қағба, Зәмзәм, құрбандық, намаз, ораза, азан сынды ислам дінінің айқын белгілерін лайықты түрде құрмет тұтып ұлықтайтын болса, бұл күмәнсіз жүректердің тақуалығынан, яғни Аллаға деген ерекше сый құрметінен. Деген Хадж сүресі 32 аятында. Айт мейрамы негізінен мұсылман қауымы үшін ұлық мереке, қуаныш. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм Мәдина қаласына қоныс аударып келгенде, Мәдина халқы бұрыннан қалған 2 күнді таңдап алып тойлайтын болған. Олардың тойлап жүрген мейрамдарының орнына Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм шындығында Алла тағала сендерге ол 2 күннің орнына 2 жақсы күн берді. Олар ораза айты мен құрбан айты деп ескірген мереке күндерінің орнын ауыстырған. Жалпы мұсылман адам үшін осы дүниеде 3 айт бар. Әрбір аптаның жұмасы айт, ал жылына 2 рет келетін айттар олар ораза және құрбан айт күндері. Жұманың ерекше болуының бірден бір себебі жұма күні Адам алейхиссалам жаратылып, сол жұма күні пейішке кіргізілді. Осы жұма күні пейіштен шығарылды. Қиямет күнінің сағаты да сол күні болады. Сондықтан да жұма күні аптаның ішіндегі ұлық күні болса, құрбан айт та жылдың ұлық күні деп қабылдаймыз. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм мүбәрак хадисінде Алла тағала алдындағы ең қайырлы күндер Құрбан айт күні мен Зүлхиджа айының 11 күні деген.
Сонымен қатар Құран кәрімнің Фәджр сүресінің 3-ші аятында Алла тағала осы күндермен ант қылған. Уәш-шафғи уәл-уәтр, жұпқа және таққа серт. Ибн Аббас оған Алла разы болсын, осы аятты тәпсірлегенде шафғ сөзіне құрбан күні, уәтір сөзіне Арафа күні деп түсінік берген. Осы күн ұлы қажылық күні деп те аталады. Себебі қажылық амалдарының басым көпшілігі осы күні өтеледі. Қажылар осы күні Мұздалифадан Минаға барып шайтанға тас лақтырып, шаштарын қысқартып, құрбандықтарын шалып, ифада, яғни парыз тауабын өтеп, Мина тауына тәшриқ күндерін өткізу үшін барады. Осылайша ең негізгі амалдар орындалады. Сонымен қатар тәшриқ күндері жайында Құран кәрімнің Бақара сүресінің 203-ші аятында «Вәзкуруллаха фи айямим ма'дудат», санаулы күндерде Алла тағаланы еске алыңдар деп көрсетілген. Ибн Аббас, Алла оған разы болсын, белгілі күндер Зүлхиджа айының 10 күні, санаулы күндер тәшриқ күндері деп түсіндірген. Осы күндері ораза ұстау харам қылынған. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм өз хадисінде тәшриқ күндері тамақ, су ішу және Алла тағаланы еске алу күндері деген. Басқа бір хадисте Арафа, құрбан шалу және тәшриқ айту күндері мұсылмандар арасында тамақ ішу күндері дейді. Имам Ахмад риуаят қылған хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм Абдулла ибн Хузафаны, Алла оған разы болсын, Минаға жіберіп, бүгін ораза ұсталмасын, бүгін тамақ ішіп жейтін күн деп ораза ұстауды арам етіп тыйған болатын. Осындай бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм қажылардың әмірі қылып жіберген Әбу Бәкірге де, оған Алла разы болсын, Тәуба сүресінің 3-ші аятын оқуды бұйырады. Осы пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уәсәләмнің әмірімен Әли радиаллаху анху мен Әбу Хурайра радиаллаху анху орындап, осы аятты Минада адамдарға оқып берген. Бұл ұлы қажылық күні, Алладан және елшісінен күллі адамзатқа үндеу. Расында Алла һәм елшісі бұдан бұлай уәдесінде тұрмайтын мүшриктермен ат кекілін кесіседі. Алайда, ей мүшриктер, Аллаға серік қосуды доғарып, тәубеге келсеңдер, өздерің үшін жақсы болады. Ал егер алған беттеріңнен қайтпай, сырт айналып кетсеңдер, онда біліп қойыңдар, бәрібір Алладан ешқайда да қашып құтыла алмайсыңдар. Уа Мұхаммед, күпірлік еткендерді жан төзгісіз азаппен сүйіншіле делінген. Бұл жылдан кейін мүшриктер мен жалаңаш адамдар Қағбаға тауап жасамайды деді. Имам Тирмизи риуаят қылған Айша радиаллаху анха анамыздан жеткен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уәсәләмнің хадисінде Құрбан айт күні адам баласының ізгі амалының Алла тағалаға ең сүйіктісі құрбандық қойды сою. Шындығында қиямет күні сол қойдың мүйізі, жүні және тұяқтары алып келінеді. Ағызылған қаны Алланың қалауымен жерге түспестен бұрын бір жерге түседі. Олар соған қатты қуанады деген. Фатима радиаллаху анха анамызға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм шалынған құрбандығының жанында тұрып куә бол. Себебі әуелгі тамған қанымен істеген алдыңғы күнәларың кешіріледі деген болатын.
Сол уақытта Анғам сүресінің 162-163 аяттарын оқы деді. Имам Ахмад және Ибн Мажа риуаят қылған хадисте сахабалар: «Я Расулалла, бұл не құрбан?» деп сұрағанда, бұл бабаларың Ибрахимнің, Алла оған разы болсын, сүннеті деді. Одан бізге қандай сауап бар деп сұрады сахабалар. Әрбір жүні сауап деді. Сахабалар түсінбей, жүні ме деп қайта сұрады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям әрбір тал жүніне сауап деді. Имам Табарани риуаят қылған осыған ұқсас хадисте Фатима радиаллаху анха анамыз пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға: «Осы дәреже бізге ме, әлде барлық момындарға ма?» деп сұрайды. «Барлық момындарға» деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жауап берген. Имам Тирмизи риуаят қылған хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ораза айт намазына тамақ ішпей бармайтын, құрбан айт намазына тамақ ішпей баратын еді дейді. Уағызшылар маржаны атты кітабында келтірген хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам құрбандықтарыңды құрметтеңдер, шындығында ол қыл көпірдегі көліктерің деген. Шын мәнінде біз бұл дүниеге қонақпыз, мәңгілік ақтық сапарға шығамыз. Сондықтан бұл дүниеге қонақ болған адам өзімен бірге алып кететін құндылықтар осы дүние тіршілігінде жасаған игі амалдарымыздың жиынтығы. Соның қатарында құлшылықтарымызбен бірге бір Алланың разылығын ойлап шалған құрбандықтарымыз болады. Әрбір мұсылманның білуі тиіс жайттардың қатарында мыналарды ескере жүргеніміз жөн. Құрбандыққа шалынатын малдың етін кез келген адам жеуіне болады. Малдың еті 3 бөлікке бөліп таратылады. Біріншісі туыстарға, көршілерге, екіншісі мұқтаж жандарға, үшіншісі өз бала шағасына. Дегенмен малдың етін кедей мұқтаждарға таратып беруіне болады. Құрбан айт күні жуынып, таранып, таза киім киіп, үстіне хош иіс сеуіп, айт намазына барған жақсы амал болып саналады. Намаздан кейін мал сойылып таратылады. Айт құтты болсын деп туған туыс көрші қолаңды аралайды. Барынша жайдары болып, ренжіскен адамды кешіріп табысады. Ауырған адамның көңілін сұрап, жетім жесірге қол ұшын беріп, жақындарына, жора жолдастарына сәлем сауқыт, сый сияпат жасаған жөн. Осылай адамдардың бір-біріне деген сыйластығы артып, қоғамның береке мен бірлігі артады. Құрметті тыңдармандарым, видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді жазып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Алла разы болсын баршаңызға.